26-шы есеп. 3 мысыққа 60 қасық тамақ 4 күнге жетеді. 40 қасық тамақ 8 мысыққа неше күнге жетеді? Біз қарайық. 3 мысыққа 60 қасық тамақ 4 күнге жетеді. Ендеше бір күнде 3 мысық 15 қасық тамақ жейді. Ендеше бір мысығымыз 5 қасық тамақ жейді бір күнде. Егер бір мысық бір күнде 5 қасық тамақ жесе, және бізде 8 мысық болса, және 40 қасық болса, 40 қасық тамақ, ендеше бұл тамақ бір күнге ғана жетеді. Себебі әр мысық 5 қасық тамақтан жейді күніне. 8-ді 5-ке көбейтсек, 40 қасық тамақ болады. Демек, бір күнге ғана жетеді. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.